қайырлы күн. Мен Ақтау облысы Жаңақорған Ақселеу атындағы жалпы білім беретін мектептің 9-шы сынып оқушысы Қаппаров. Жобамды бастамас бұрын кешегі ұстазымыздың бірі Ақсел Байырқұлы бастаған айтып кеткен «Байырып кетсек қашпас» деген ұлы сөзбен бастағым келіп отыр. Яғни менің бүгінгі видео жобамның тақырыбы ол мал шаруашылығын дамыту болып табылады. Мал шаруашылығын дамыту олардың мал шаруашылығын дамыту мақсаты бұл мал басын көбейту, материалдық айлық-қатты жақсарту үшін табыс табу болып табылады. Мал шаруашылығындағы барынша міндеті олар ірі қара және ұсақ мал бастарын өсіру үшін фермалар ашу, жаңа жұмыс орындарын құру, экологиялық таза өнім өндіру, халықты ет және де тағы басқа табиғи өнімдерге деген сұранысын қанағаттандыру болып табылады. Жалпы мал шаруашылығы бұл таптырмайтын бизнестердің бірі болып табылады. Таптырмайтын бизнестердің бірі дегенге мысал айтатын болсақ, біз күнделікті магазиннен алатын сүт өнімдерін, май өнімдерін, тағы да басқа өнімдерін біз тегін әрі табиғи жолмен аламыз. Жалпы мал шаруашылығының сипаттамасы ол ауыл шаруашылығының мал өнімдерін, мал өндіру үшін өсірумен айналысатын саласы. Бүгінгі бизнес жоспардың негізгісі осы мал өсіретін жаңа фермаларды ашумен қатар қоймай, экологиялық таза өнімдерді өндіре отырып, халықтың ет және де тағы да басқа табиғи өнімдерге деген сұранысын қанағаттандыру болып табылады. Тиімді жүргізілген мал шаруашылығы ол халықты азық-түлікпен ғана қамтамасыз ете қоймай, сонымен қатар жеңіл өнеркәсіптік шикізатпен де қамтамасыз етеді. Жеңіл өнеркәсіптік шикізатта жатқызатын мысалы жүнді жатқызуға болады. Ауыл шаруашылығы үшін өндіретін күш көлігі, ат, өгіз және де тағы басқа тыңайтқыштар қолданылады. Жалпы ауыл шаруашылығының өзектілігі неде? Бәріміз білетіндей, қазақ жері ертегі заманынан бастап осы ауыл шаруашылығына қалыптасып келе жатыр. Сол кезден бастап қазіргі уақытқа дейін мал шаруашылығы қарқынды түрде дамуда. Мал шаруашылығы саласындағы барынша өзектіліктің бірі ет, сүт және шикізат өнімдерін ұлғайту. Сонымен бірге ет, сүт және шикізат ресурстарын ұлғайту маңыздылығы мал шаруашылығын дамыту болып табылады. Бүгінгі таңда статистика бойынша қарасақ, әр елдің ұлттық өндірістің негізінде дүниежүзілік біртұтас тауарларда ауыл шаруашылығы қалыптасып келеді. Өндірілген жалпы өнімдердің мөлшері жөнінен Қытай, ақш, Жапония, Австралия сияқты үлкен елдер жетекші орын алды. Біз де осы жетекші елдер сияқты ауыл шаруашылығын, соның ішінде мал шаруашылығын дамытуымыз керек. Бірақ та ең бастысы бізде Қазақстанда бұл іс әлі оңтайлы шешімін таппай жатыр. Сол үшін ең бастысы халықтың сапалы, құнарлы әрі арзан тағаммен қамтамасыз ету, айналадағы ортаны ластаудан қорғау және де табиғат байлықтарын тиесілі пайдалану. Табиғат байлықтарын тиесілі пайдалану дегеніміз ол жаңағы бізге мал өндіргеннен кейін шөп және тағы басқа құнарлы заттар болып табылады. Енді менің жобамның стратегиясы өзім осы жобамен айналысқаннан кейін мал шаруашылығын таңдаған болатын. Менің жобамның стратегиясы жоба бастамасының аты-жөні жеке болады, яғни өз әкем, оның көмекшісі мен боламын. Шаруашылық орналасқан оның 37 километр жердегі Алғабас ауылында кәсіпкерлік қызмет тәжірибесі жобасының бастау мерзімі 2019-2020 жылдар аралық, яғни 5 жылда қамтиды. Отбасылық жағдайымыз көп балалы, жоба жүргізілу орны Алғабас ауылы, кәсіпорындардың тіркелуі крестьянский хозяйство болатын атында қажетті құралдар жабдықтар жылына бір рет немесе 2 жылда бір рет сатып алынады. Маркетингтік іс-шаралар онлайн форматта өткізіледі. Жалпы мал шаруашылығы жүру үшін мен 8 үлкен топты алған болатынмын. Жалпы мал шаруашылығын өндіргеннен кейін ең алдымен тұтынушылар болу керек. Тұтынушылар, яғни менде қарапайым халықтар және де дүкендер болып табылады. Арналар, дүкендер, онлайн жарнамалар, маңызды әрекеттер мал шаруашылығын үнемі бақылауда ұстау болып табылады. Клиенттермен жұмыс жүргізілген кезде шаруашылық сұранысты уақытылы жеткізу және уақытылы орындап отыру болып табылады. Мал шаруашылығының маңызды құндылықтары олар халықты сапалы, құнарлы әрі арзан азық-түлікпен қамтамасыз ету, жеңіл өнеркәсіптік шикізатпен жүнін қамтамасыз ету болып табылады. Мал шаруашылығының маңызды ресурстары олар ғимарат, яғни баз, бақтасы, сауыншы, қажетті құрал-жабдықтар, мал азығы болып табылады. Шығындар құрылымдары, қажетті материалдарды сатып алу, коммуналдық шығындар, қосалқы шығындар жатады. Кірістер ағыны, онлайн төлемдер, қолма-қол төлемдер болып табылады. Жалпы бизнес жобаны іске асыру үшін қажетті тауарлардан қызметі, яғни мен өзімнің үйдегі малмен айналысатын
сала болып табылады. Жылқы саны 25 мыңнан болса, оның сатылатын бағасы 250-600 мың арасы болса, барлық сома 10 миллион 700 мыңды, 750 мыңды құрайды. Сиыр саны 30 бас болатын болса, оны 100 мың және 300 мың аралықтарында бағалайтын болса, барлық саны 7 миллион 500 мыңды құрайды. Қой ешкі саны 60, бір басқа 40 мыңнан жететін болса, 2 миллион 400 мыңды құрайды. Осыған байланысты жем шөбіне шығады. Яғни жалпы есеппен 25 миллион 830 мың теңгені құрайды. Көрсетілген қызметтердің өткізілетін өнім бағасы. Яғни тек қана бұлармен қоймай, олардың бізге өндірілетін пайдасы да бар. Мысалы, жылқыны алатын болсақ, қымыз аумалы 1300 теңгеден, қазір бәріміз литрі сүт 300 теңгеден, құрт 100 теңгеден, ет 2000 теңгеден, сүзбе бағасы 250 теңгеден табылады. Қымыз саумал жалпы пайда болжамы бойынша 2 жылда алған болатынмын. 2 жылдың ішінде бірінші жылы қымыз саумал сату арқылы 1 миллион кіріс тапқан болатын. Сүт құрт арқылы 60 мың теңге, ет арқылы 700 мың теңге, сонда бір жылға шаққан кезде жалпы кіріс 1 миллион 600 мың теңгені құрады. Келесі екінші жылдың ішінде қымыз саумал сату арқылы 1 миллион 300 мың теңге кіргіздік. Сүт құрт арқылы 108 мың теңге кіргіздік. Ет арқылы 1 миллион, жалпы кіріс саны 2 миллион 480 болып табылады. Енді шығысқа келетін болсақ, шығыс жағынан бізде аса қатты шығыстар жоқ. Бұл кестеде көрсетілген өзіміздің қалтадан шығған негізінде бізде үкімет әр мал басына 25 мың теңгеден субсидия береді. Оны бәріңіз білесіздер. Сол кезде ветеринариялық дәрі-дәрмек, медицина заттамақтары, әлеуметтік аудандық түрлі шығындар осы субсидия арқылы жабылатын болады. Жалпы айта кеткен кезде пайдасы шығыннан қарағанда 2 есе көбірек. Бизнес жоба туралы қосымша ақпараттың біріне келсек, сізде шикізат пен материалдар сатып алынатын өнім берушілер бар ма? Сіз олармен қанша уақыт жұмыс істейсіз? Яғни бізде мал шаруашылығы болғаннан кейін, оның ішінде ірі мал шаруашылығы болғаннан кейін шөп өз жерімізден өндіріледі, жем арнайы дүкендерден сатып алынады. Яғни біз тек қана мал сата ғана қоймай, шөпті де сатуымызға болады. Яғни қазір білесіздер, тоннасы 25-30 мыңнан сатылып жатыр. Бұл деген ауыл шаруашылығы үшін жалпы адамдар үшін өте үлкен табысты құрайды. Сіздің бәсекелестік артықшылығыңыз қандай, және сіздің тұтынушыларға деген бұл туралы қалай біледі? Тауарлардың тұтынушыларға қалай жеткізіледі? Біздің жалпы жеткізіп беруіміз деген, сонымен қатар қымызымыздың сапасы жақсы, көп пісіп тұрады, қою әрі дәмді болады. Саумалымыз аудан тұрғындары үшін ем-шараға деген қорғалады. Сүт пен құртымыз өнімдері таза әрі дәмді болғандықтан сұранысқа ие. Сүзбе арнайы дүкендерге сатылады. Ем үшін қолданамыз деген кезде 2019-2020 аралығында бәріміз білетіндей індет болды, коронавирус болды. Сол кезде қаншама адамдар осы саумалымызды ем үшін қолданған болатын. Қауіп-қатерді қалай бағалаймыз? Қауіп-қатермен қалай жұмыс жасаймыз деген сұрақ бәрімізге келеді. Жалпы мал шаруашылығын асырағаннан кейін оны бағып қаптау керек. Қауіп-қатердің алдын ала отыру керек. Сол мәселе үшін табиғатқа кері әсерін азайту мақсатында заманауи экологиялық нормаларға сәйкес келетін шаруашылық қызметтерін ұйымдастыруға өзгерістер енгізу. Яғни мал жайылатын жерге экологияға қарсы келетін пластик, бутылка, не болмаса салафан секілді түрлі заттардан қорғау, су қалдықтарын тұтыну көлемін жою, уақытылы ветеринариялық тексерістен өткізіп тұруға болады. Жалпы мал шаруашылығы дегеніміз ол таптырмайтын жұмыстардың бірі болады. 1997-2000 жылғы аралығында Қазақстан енді басталып келе жатқан кезде әркім өзінің бизнес жобасымен бөлінген болатын. Сол кезде Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев бізге мал шаруашылығын бастауға үлкен идея тастаған болатын. Өзінің ол халықтық үндеуінде 2 сиыр алып, оның сүтін сатып, сонымен өзіңді асыра деген үлкен ой тастаған болатын. Сол кезден бастап қазіргі мал шаруашылығы жақсы дамып келе жатыр. Назарларыңызға рахмет.